Баршаңызға сәлем. Бүгін біз Наполеон тортын дайындайтын боламыз. Жасау жолы бұл торттың қиын емес. Ең бастысы кейбір ережелерді қадағалап отырсаңыз, барлығы да шығады. Ең алдымен суық майды ұнның үстіне үткіштен өткіземіз және ақырындап осылай араластырамыз. Бізге ешқандай ұсақ крошка жасаудың қажеті жоқ. Тек қана үткіштен өткізген майды ұнға араластырамыз. Енді өте суық мұздай суға біраз қасық сірке суын қосып, кішкене тұз және бір жұмыртқа қосып жақсылап араластырамыз. Араласқан массаны ұнға қосып қамыр илейміз. Қамырды қолмен илемеймін, себебі қолдың жылуынан майымыз еріп кетуі мүмкін. Сол себепті қамырымыз қытырлақ болмайды. Мен осындай етіп араластырдым. Қамырды бір домалақ шарға жинаймын. Қарасаңыз, қамырымыз қатпарлы болғаны көрінеді. Енді оны салафанға салып, тоңазытқышқа 40 минутқа салып қоямын. 40 минут өткен соң қамырды жайып, бөліктерге бөлеміз. Біреуін алып, қалғанын салафанға салып, тоңазытқышқа алып қоямыз. Қамырды өте жұқа етіп жаямыз. Егерде 20 диаметрлік торт жасайтын болсаңыз, оны 23-24 диаметр етіп кесеміз. Себебі ол піскенде тартылады. Және де шанышқымен осылай жасаймыз. Қызып тұрған пеште 200 градуста 15 минуттай пісіреміз. Енді кремін дайындаймыз. Алдымен жұмыртқаға қантты қосып араластырамыз. Осылай ағарғанша кукурузды крахмалды қосып, тағы араластырамыз. Сүтті отқа қойып ысытамыз, қайнатпаймыз. Ысыған сәтте жұмыртқалы массаны қосып араластырып, кейін сүтке қосып, орта отта араластыра отырып қоюлатамыз.
Кремimiz дайын. Отты сөндіріп шамал суытамыз. Шамал суығаннан кейін сары майды қосып араластырамыз. Тортты жинамас бұрын кремді толығымен суытып аламыз. Подложкаға шамал крем жағып, үстіне қойып, үстіне шамамен 2 қасық кремді біркелкі етіп жаямыз. Қалған кремді бетіне, жанына жағып шығамыз. Қалған корждарды салафанға салып, осылай үгітіп аламыз. Оны енді торттың бетіне, жанына жағып шығамыз. Тортымыз дайын болды. Міндетті түрде тоңазытқышқа шамамен 3-4 сағатқа қойып қоямыз. Егерде ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет. Ас болсын.